Ассалаумалейкум. Бүгін маңызды тақырып, яғни мен жасай алмаған көліктер қаншалықты көп болады, қаншалықты ондай жағдайлар кездесіп тұрады практикада. Енді мысалға, маған келген көліктің 100%-нан 80-90% істеледі, қалғандар істелмей кетеді. Әртүрлі себеп болады. Бірінші кезекте баға жағынан келіспеуіңіз мүмкін. Екіншіден, құрылғыларымыз жоқ болуы мүмкін. Үшінші кезекте, ілімнің жетпеуінен. Осы үш себеп көбінесе. Және де қарамайтын маркалар болады. Оған қоспаймыз. Қазір сондай бір случай, Nissan Pathfinder деген. Енді бұл жерде механикалық ақаулар табылды, бірақ клиенттің айтуы бойынша көлік оталу керек, трайт етіп тұрса да, ары қарай енді моторын істеуге апармақшы да. Менің пайымдауымша, бірінші мотор істелу керек та, одан кейін көлікті оталдырып, одан кейін оталмаса көру керек ары қарай. Осындай. Ассалаумалейкум. Так, бізде Nissan Pathfinder оталмай келген. Бір рет өшіп қалған, или оталмай қалған ба иесі. Өзі датчик коленвал шұқылаған, соң оталып кеткен штекерін. Кейін тағы да бір рет оталмай қалғаннан кейін штекерін ауыстырған. Содан кейін вообще оталмай қалған. Оны электрик көрді деді. Білмеймін қанша электрик көрді, біреу шығар. В общем, датчиктерді жинап алған. Ошибка по датчику коленвала бізде. Қазір көрсетейін. Мына жерде біреу тұр міне. Мен қолымда екеу. Алматыдан заказ берген, привозной. Дело было не в бобине деген әңгіме ғой, короче. Не бір тағы, наверное. Датчик распредвал, бір бәле. Бензонасос, катушка, тырым-пырым, свеча. Біраз нәрсе ауысып кеткен ғой. Мен білмеймін, мысалға, адам айтып тұр өзі. Фишканы ауыстырдым дейді. Ол электрик емес ол. Мысалы, біз өзіміз электрик болып тұр, шатасамыз да. Болады, біреу егер отвлекать етіп жіберсе, меткі салмасаң, қай провод қай жерге екен шатасып кетуі мүмкін. Сонымен айтып отырмын да, сіз проводтан шатасқансыз, қазір тексереміз деп. P0335 ошибка болған. В общем, проводтарды орын-орнымен қойдық, ол кетті. Қазір искра бар, искра жоқ етін бұларда. Енді көлік оталмай жатыр. Қазір тахометр қозғалмай тұрған, оборот көрмей тұрды ғой негізі. Кәмін оборот көріп тұр, бәрі нормально, искра бар, бірақ оталмай жатыр. Қазір компрессиясын өлшеп жатыр. Көрінбейді екен, Қазір компрессиясын өлшеп жатыр. Компрессия аздау. Осын көтеріп жіберу керек, май қойып. Так, мына Nissan'ның задающий диска коленвал майысқан ғой, неде зубтар. Оталмай жатыр да, искаженный сигнал беріп жатыр. Байқалады ма, байқалмай ма? Мына тістер майысқан ғой. Задающий диск. Так, Nissan'ның біз искрасын бір цилиндрдан катушкасын суырып, через разрядник тексеріп оттық, искра бар жоғын. Бірақ алтауын бірдей тексерген жоқпыз. Кейін алтауын бірден суырып, масса беріп, катушкаларын, свечаларын бойына. Сөйтіп қуаладық стартермен. Сол кезде 6 цилиндрдан 4-еуінде ғана искра болды. 2-еуінде мүлдем искра болмады. EBU-дан импульс кеп тұрған жоқ управляющий катушкаға. Проводка бәрі бүтін, да, EBU. Сосын 6 цилиндрдің 2-еуінде компрессия болған жоқ. Сонда қараңыз. 2-еуінде компрессия жоқ,
екеуінде искра жоқ. Ол мынау емес, басқа жаңа компрессиясы бар цилиндр. Сонда қап тұрғаны компрессиясы бар, искрасы бар, екі-ақ цилиндр қап тұр. Екеуімен ол өмір оталмайды. Одан кейін ол искра бола тұра, ол уақытылы ұрып тұр ма, бір құдай біледі. Себебі менің пайымдауымша зажигание кетіп қалған мұнда. Жаңа алдында басқа электриктермен кеңестік, олар да айтады, максималарда келсе, зажигание кетсе, екі цилиндрда искра болмайды дейді. Енді бұл жерде, мысалы мен айтып тұрмын, сол зажиганияның оны синхронизациясын шешейік десек, интернеттен таппадық вообще эталон. Сондықтан бұл жерде моториске жүгіну керек деп, по-любому зажигание тексеру керек. Цеп қой. Ол нормальный, трудозатратный нәрсе. Бірақ по-любому бұл жерде екі цилиндр кетіп қалған. Компрессия жоқ. Біреуінде 0, біреуінде 4 болды. Ол уже ГБЦ-ні көтеру керек. Қалайда. Сол моментте зажиганиянты тексересің. Болды, ол по-любому мотористің тірлігі. Оны сен шешпей, арғарай тексерудің қажет жоқ. Осындай жағдай кездесті бізде. Енді ол кісінің пайымдауынша ол бірінші оталдырам, одан кейін моториске барам деп тұр да. Енді бұл жерде біраз шығын болуы мүмкін лишний. Осындай.